қазақ екеніне қуанам. Қазақ екеніне қуана отырмай, тек қана қазақпын деп көкірегімді ұрмай, Аллаға шүкір өмір бақи еңбек етіп келатым. Өмір бақи Алланың қалауымен осындай істілік жұмыс жасап келатым. Мына алдарында тұрған кішігірім мынандай медальдар, мынандай жеткен осы міне жеткен жетістік, жеткен айтор осы уақытқа дейін сақталған дүние қаншама медаль, қаншама заттардың бәрі жоғалды. Міне бары осы уақытқа дейін. Мен сендерге айтайын деп отқан, мен сендерге жігіттер айтарым, мен сендерге клоун емеспін, мен сендерге далбайып емеспін, мен сендерге қуғынбай, наркоман, нашақорлық шегіп алған, меп шегіп алған, көп соққы жіберіп алған, или басқа да анау мынау деген қаяғым жеген барлықтеріне айтарым, бауырлар ағайындар, мен жүрген жолмен сендер жүрген жоқсыңдар. Мен басқан ізбен сендер із басқан жоқсыңдар. Қаншама еңбек төгілді, қаншама қан төгілді, қаншама қабырғам, қаншама сүйектерім сынды менің, Аллаға шүкір. Мен осы уақытқа дейін өмір бақи ешкімнің ала жібін аттаған емеспін. Ешкімнің ешқашан затын ұрлаған емеспін. Біреудің артынан барып өсектеп жамандаған емеспін. Тағы да айта кетейін, ешқашан ешкімнің еш нәрсесін ұрлап нан тапқан емеспін. Мына үстіндегі киім, мынау аяғымдағы мынау аяқ киімге дейін, мынау аяқ киімге дейін, нәс киімге дейін, бұтымдағы мынау ішкі киімге дейін, мынау оператор ұстап тұрған телефоныма дейін, бәрі ішкен суыма дейін, жұтқан ауама дейін адал еңбекпен табылған, Аллаға шүкір. Өмірімде жігіт басымен никогда көшеде по понятиям болсын, бір досымды в обиде не бросал. Ешқашан қанша бір бала кезде әңгімелер болды, көшеде әңгіме болды, бір досымды лақтырған емеспін, бір досымды тастаған емеспін. Әрдайым всегда былайша айтқанда жігіттік понятие, яғни адами понятиемен адамгершілікпен өмір сүрген адаммын. Барлығын Алланың қалауымен, Алла тағаланың қалауымен, адал еңбегімен жетіп, адал еңбегімен қазіргі уақытта Мұхит Амантаев болып жүрмін. Ол кеше болған дүние емес. Кеше Инстаграм айтасыңдар ғой, Инстаграм пайда болып, мен сендердің алдарында Мұхит Амантаев болған емеспін. Мен Мұхит Амантаев 1987 жылы өмірге келгем. 1997-те бокс бастағам. Сол уақыттан мен Мұхит Амантаев болып келе жатырмын. Аллаға тәубе. Атым бар, атыма затыма сай жігітпін. Аллаға шүкір. Так что жаза беріңдер, айта беріңдер, а я буду только пахать и только улучшать себя. Не ради кого-то, а ради себя. Не ради вас, а ради себя. Так что тағы да айтар сөзім бар еді, қазір кішкене есімнен шығып кетті, бір-екі ауыз сөзім. Сол бауырлар, жалпы айтайын деген анау көті боқтар, көттердің боғыңды сүртемай, сасып, бықсып жүргендер. Вы нам нужны, вы мне нужны. Жазыңдар, айтыңдар, бүйтіңдер, сүйтіңдер, мне до вас. Знаете, былай ғой, короче, әңгіменің бауырлар. Мен жүрген жолмен сендер біреуінде жүре алмайсыңдар. Мен істеген істірлікті сендер біреулерінде жасай алмайсыңдар. Иә, может мен олимпиадаға бармаған шығармын, но мен олимпиадаға барған жігіттердің қатарында болғам. Әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болған ағалармен қатарында солармен бірге жүргем. Аллаға тәубе. Соған олимпиадаға бара алмасам да, олимпиадаға барған жігіттерден мен 100 есе әлдеқайда былайша айтқанда дұрыс істірлік жасап жүрмін. Аллаға тәубе, мен өзімді көтеріп отқан жоқпын. Мен сендерге конкретно по понятиям как она есть айтып жатырмын да, адами қасиетпен. Так что, бауырлар ағайындар, все, что я имею, я заработал своим потом, своим кровью дейді ғой, өзім еңбегіммен, своим трудом. Так что, жігіттер, если я такой, ну не обессуйте, без саусақ бірде емес жігіттер. Я такой, какой она есть. Шындықты бетке айтамын, ешкімнің көтіне кірмеймін. Аллаға тәубе, балалармен жұмыс жасап жатырмын. Одан бөлек тренер болып, ойнайын, билейін, қуанам, анда-санда көңіл күй көтеріп, билейін, чтобы дети радовались, чтобы детям было что смотреть. На Инстаграм, ТикТок, я не блогер, мен блогер болып сендерге ойбай, маған жазылыңдар деп блогерлер сияқты мен күн көріп отқан жоқпын ғой. Мен блогерлер сияқты ойбай, маған тіркеліңдер, мен сендерге ақша беремін, болмаса ойбай, мен что-то разыгрываю деп мен сендерге я вас не насилую уже. Мне это не надо. Алла тағала көрді. Я еще раз говорю, 27 жыл бойы келе жатқан еңбек бүгін ақталып Мұхит Амантаев болып жүрмін Алланың қалауымен. 27 жыл. Құдай денсаулық берсе, тағы да 27 жыл жүремін. Алла қаласа, Алла қаласа. Аллах не закончит, завтра все это закончится.
А если Аллах захочет, это будет вечно, ребята. На все воля Всевышнего Аллаха. Сондықтан пишите всякую херню, пишите, что хотите. Сендерге кішігірім айтарым сол. Мен кішігірім былай, то, что какие у меня спорттық нәтиже, дәреже деген сияқты. Соны айтып кеттім. Мен өз салмағымда кезінде 54-56 килограммда номер 1 боксшы болған. Қазақстан Республикасында, начиная с младшего кадета, заканчивая до мужика, мен бәрін ұрғам. Я долбил. Менен шығатын балалар құттарына жіберіп қоятын ринг төріне шыққанда. Мен сондай Мұхит Амантаев болған. Өз салмағымда номер 1 боксшылардың бірі болған мен. Мен олимпиадаға, мен салмағымда олимпиадаға барған жігіттерді бәрімен жұдырықтасып, оларды жеңіп, олар мені жеңіп, мен оларды қайтадан жеңіп, солай ұрып жүрген азаматтардың бірі болған мен. Вот сол айтарым. Сосын, что еще хотел сказать, жігіттер? Ну, вроде все сказал. Көп сөйлеп қойсам ренжімеңдер, айбетпеңдер. Аллаға тәубе, Алла Тағала баршамызға денсаулық берсін, жасаған ішімізге, іс-тірлігімізге береке берсін, Алла Тағала жүрегімізге мейірім берсін, жылулық берсін. Аллаға шүкір, Аллаға тәубе. Я думаю, что мен Мұхит деген ат мазарына саядамын. Сыйлағанның құлымын, сыйлаған алдына жығыламын. Үлкенді құрметтеймін, кішіні құрметтеймін. Все, что у меня есть, это дал мне Всевышний Аллах. Я рад этому. Ешкімді Алла жинаттаған жоқпын, еще раз говорю. Мен шегіп, қуып, мал болып жердеп жатқан жоқпын. Насчет тиктокера, насчет инстаграма, жаңа айтадым, я не блогер, я не зарабатываю блогерство. Мен блогер емеспін. Инстаграм я веду, потому что я показываю это детям, то, что я умею. Я хочу, чтобы они всякую херню, чушь не смотрели. Я хочу, чтобы они смотрели правильные вещи. Элементарно занимались спортом. Я пропагандирую спорт, я пропагандирую бокс. Я хочу, чтобы люди, мальчики, младшие, большие, взрослые, чтобы все любили спорт, чтобы все любили бокс. И я хочу вот эту изюминку через видео, через Инстаграм вам донести. И частички от своей жизни, где-то я радуюсь, где-то я танцую. И это показываю частичку от своей жизни, я делюсь с вами. И я хочу, чтобы вы всегда позитивными ходили, чтобы всегда вы улыбались. В каком говне, в каком ниже вы не находились, я хочу, чтобы у вас была, знаете, какая-то изюминка, какой-то вот қуаныш, жақсы сәт, что вы добьетесь чего-то дегенде. И я стараюсь это, до вас это все донести. И я не тиктокер, еще раз говорю, я не блогер, ребята. Тикток тоже, это сеть, это интернет. Я в ТикТоке тоже выкладываю свои видосы, выкладываю, как я работаю, выкладываю свои достижения, выкладываю балларные жұмысшаса, бәрін выкладываю, чтобы они смотрели правильные вещи. Они вот это, там, курили, шашын өсіріп алып, құлағына сырға тағып алып, горилла ішіп, дизи ішіп алып, кто-то там колется, кто-то базука деп аяғын сывалып, кто-то там танцует, жопа вертится. Смотришь на парня, вроде не парень, не девушка, а хер поймешь, да? Вот стараюсь донести, чтобы люди все смотрели и дұрыс нәрсе көріп, нені жалпы, дұрыс нәрсе істесе екен деген ойлап. И я думаю, что у меня это очень нормально, хорошо получается, ребята. Вот. Так что, балаларымды, херней, кто страдает, страдайте. Жалпы, а мы будем двигаться только вперед. Сол жігіттер, барлықтарына сәттілік, ауырмаңдар. Кто херней занимается, респект всем хейтерам, көтібоқтар, всем желаю удачи, только вперед. А такие люди, как я, мы только будем идти вперед и усовершенствовать себя, и улучшать нашу страну. Алла Қазақстан, спорт жасасын, қазақ бокс алға.